Сонымен тақырыпқа тереңдей түсейік. Ақыл тәрбиесі. Ақыл тәрбиесі дегеніміз не? Иә, бұның анықтамасы өте көп әдеттегідей, және бұған түрлі ғалым өзінше анықтама беріп кеткен. Бірақ жалпы бір ортақ бекітілген анықтамамен бөлісетін болсақ, бұл баланың, қараңыздар, жасына сай, яғни балаңыздың қазіргі жасына сай, сандық, сапалық ой қызметтері. Яғни оның ойы қандай қызметтер жасайтын болса, соның саны мен сапасы. Ой қызметтері дегеніміз не? Мысалы, қарапайым тұрғыда есте сақтау, бір затты қабылдау, оны қайта жаңғырта алу, ойлану, қиялдау деген сияқты әрекеттер осы бір ой қызметі болып кіреді. Осы ой қызметінің саны мен сапасы оның жасына сай болу керек былайша айтқан кезде. Осы ақыл тәрбиесі. Иә, мына жерде мынандай бір мәселе бар. Кейде біз ақыл тәрбиесін саналы түрде ата-ананың тарапынан жүргізілетін әрекет ретінде көреміз. Бірақ мамандар не дейді? 6-7 жасқа дейін баланың ақыл тәрбиесімен осындай белсенді түрде, саналы түрде араласпаған жөн дейді. Яғни баланың ақыл тәрбиесі табиғи жолмен даму керек дейді. Мына жерде мынандай бір мәселелер болуы мүмкін да, біз ақылды біліммен шатастырып алып жатамыз. Ақылды ақпаратты көп білумен шатастырып жатамыз. Бұл әрқайсысы өздерінше жеке ұғым. Бұны түсінікті болу үшін мынандай бір мысал келтіріп көрейін. Мысалға алдыңғы ұрпақты алайық, кезінде жайлауда өмір сүрген, ешқандай өркениетті цивилизацияны көрмеген, былайша айтқан кезде қазақ үйдің ішінде өмір сүрген ұрпақпен қазіргі бетонның ішінде өмір сүріп жатқан ұрпағы, екеуінің қайсысы білімді, қайсысы ақылды? Енді бұрынғылардың тәжірибесіне, бұрынғылардың мақал мәтеліне қарайтын болсақ, бұрынғы ұрпақ ақылдырақ сияқты. Бірақ оларда ешқандай университет, ешқандай жоғарғы оқу орындары, ешқандай мектеп, училище ештеңке болмады. Ал мыналарда бәрі бар, тіпті диплом бар. Қазір екінің бірі магистрант пен PhD, бірақ ақылды ма? Иә, бұл үлкен мәселе. Енді біз бұрынғылардың ақылды еместерін білмейміз ғой, өйткені ол тарихта қалмады. Бірақ идея неде? Ақылды болу мен білімді болу екі түрлі ұғым. Сіздерге түсінікті болу үшін мынандай бір қарапайым ережені жаттап алсаңыз болады. Ақыл ол ойлану қабілеті. Яғни ойлана алуы. Адам ойлана алса, ол бағанағы кез келген затта, кез келген операцияны өзі істей алады. Я кезінде қазақ үйде өмір сүрген адам түрлі бір факторлардың себебімен жақсы ойланды. Түрлі бір себеп салдары байланыстарды жақсы құрастыра алды. Ал бүгінгі кісінің білімі, әлем туралы, бүгінгі жаратылыс туралы, бүгінгі жаңалықтар туралы білімі көп болуы мүмкін, бірақ бұның ойлану қабілеті өте төмен болуы мүмкін. Жалпы бұл жерде біз ақылды түсінікті болу үшін екі критериймен өлшесек болады. Яғни ақыл тәрбиесін баламызда қаншалықты дамымағандығы немесе бүгінгі ересек адамның ақыл тәрбиесі қандай деңгейде екендігін екі затпен өлшесек болады деп алсақ, бұл қараңыз, бұл түсінікті болу үшін ғана, негізі былай өлшеген дұрыс емес. Біріншісі ол білім қоры. Яғни парадокс болуы мүмкін. Біз білім қорымен оның ақылын өлшейміз, бірақ білім сонымен қатар ақыл емес. Мәселе осы білімнің негізінде біздің ойлана алуымыз. Мысалы қараңыз, мынандай бір адам болуы мүмкін, шетелде оқып келген. Екінші бір адам болуы мүмкін, айталық осы жергілікті университетте оқыған. Бірақ екеуінің қабылдау екі түрлі болатын болса, білім қоры ланкі көбірек болғанына қарамастан, мынау сол бар білімін, азғантай ғана бар білімін өмірге көбірек асыра алатын болады, өмірде амалға көбірек асыра алатын болады. Мәселе бұның қабылдау ерекшелігінде де, көрдіңіз бе? Ақыл дегеніміз бағана біз айтқандай көбінесе осы қабылдаумен, оны қайта шығарумен де есептеліп жатады. Енді білім қоры, яғни оның білім қоры көп болған сайын, оның ақылы жақсы, ақылы жоғары деп есептейміз. Бұл жерде білім қоры біз айтып тұрған өмірде қолданылатын, яғни оның өмірдің сапасын оң жағынан әсер ете алатын білім қоры туралы айтып тұрмыз. Білім қоры көп болу керек екен деп біз қазір не істеп жатырмыз? Баламызға мүмкіндігінше көп энциклопедиялық білім беруге тырысамыз. Оны теледидардың алдына отырғызып қоюымыз да мүмкін. Оны жаңағы түрлі үйірмелерге сүйрелеуіміздің де себептері осы. Түрлі жаңағы мектепте ақпараттың жатталуы, біз Назарбаев зияткерлік мектебі болсын, немесе басқа бір арнайы мектептерге барған кезде оқушылармен сұхбаттасу барысында көп көрдік. Олардың миында осы бір білім қоры бар, белгілі бір білім қоры бар. Бірақ сол білім қорымен жұмыс істеу қабілеті жоқ, яғни ақыл жоқ, ойлану қабілеті жоқ. Бұл мынандай сияқтыны, сенде кірпіш көп, бірақ ол кірпіштен не құрастыратыныңды білмейсің, сенде құрастыру қабілеті жоқ. Яғни ойлану ол қабілет, құрастыру қабілеті дейтін болсақ, цемент ретінде білім қоры ол бағанағы сол кірпіштер. Сенде құрастыру қабілетің болса, сен азғандай ғана кірпіштен неше түрлі бір әдемі заттар жасай аласың. Идея осы жерде ғана. Мынау нұқсан келтіріп, мынау болмау керек демейміз, білім қоры болу керек, бірақ ол білім қоры мына бір ақылдың бағана ойлануының қабілетімен жиналу керек. Қараңызшы, біз мектепте балаға не беру керек едік? Ойлану қабілетін беру керек едік. Ойлану қабілеті бар бала, адам кез келген салада өзіне керек білімді жинап алады. Ол ақпарат көздерін дұрыс пайдаланады. Ол дерек көздерді дұрыс көрсете алады. Көрдіңіз бе? Ал біз бүгінгі не істеп жатырмыз? Жалпы білім беру жүйесінде біз балаға тек білім қорын байытуға тырысамыз, жаттату арқылы. Сөйтіп балада ақыл қатты қалыптаспауы мүмкін, яғни ойлану қабілеті қатты қалыптаспайды, бірақ белгілі бір бағдарламаны біледі. Оның үстіне де ол бағдарламаны қай уақытқа шейін біледі? ұбт-сын тапсырғанға, не бағасын алғанға дейін. Бұны Даяши синдромы дейді, немесе официант синдромы дейді. Яғни олар
келген кісілердің тапсырыстарын шот жабылғанша есінде сақтайтындай, белгілі бір межеге дейін ғана есінде сақтайды. Сол үшін де қазір бізде білім беру жүйесінде түбегейлі өзгерістер жүргізіп жатыр. Қараңыздар, құрметті ата-аналар, қазіргі критериалды бағалау жүйесі, жаңартылған білім беру мазмұны, бұның бәрі осы бір олқылықтың орнын толтыру үшін істеліп жатыр. Бұл жерде ата-ана ретінде сіздің қолдауыңыз керек. Осы бір реформаға сіздің сеніміңіз керек. Ата-ана ретінде балаңызды мектепке жіберіңіз, мұғалімге өз жұмысын істеуге сеніңіз. Сіздің ең үлкен үлесіңіз бұл жүйеге осындай болады. Критериалдық жүйеге басында қиын болуы мүмкін, әсіресе балаңыз үздік оқитын болса, осыған дейін 4-5 алып келген болса. Енді 4-5 алып тастаған кезде балам оқымай қойды, мотивациясы жоғалып кетті деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ мәселе неде? Кейінгі уақытта баланың бағанағы айтқандай, алдыңғы бөлімде айтқандай, үйрену қабілеті қалыптасса, өз бетімен, ешқандай сыртқы факторсыз, 4 ала ма, 5 ала ма, ешқандай бағаға қарамастан өз бетімен білім құмарлығы қалыптасқан адам ертең кез келген салада білім ала алатын болады. Мына білім қорын өз мүмкіндігімен тәуелсіз толтыра алатын болады. Біздің негізгі идеямыз, жалпы білім берудегі қалыптастыру керек идеямыз осы. Ақыл арқылы бала білім қорын өзі қалыптастыру. Бұл жерде мынандай бір сөз есіме түсіп тұр. Мысалы біз айтамыз, жаңағы жаттата береміз балаға бір затты. Мына жыл туылған, мына жыл өлген деген сияқты жаттанды ақпаратымыз. Тағы бұны бүйтіп ақтаймыз, повторение, мать учения дейміз. Кезінде біз университетте сабақ беріп жүрген кезде бір кісі осыны бір айтып еді. Если повторение, мать учения, а кто отец дейді. Енді осы жерде біз мынаның жауабын айтатын болсақ, ол понимание, яғни түсіну. Біз не істеуіміз керек? Балаға түсіну арқылы ақпарат жинатуымыз керек. Түсіну дегеніміз не? Ол бағанағы ақыл тәрбиесінің ойлану қабілеті. Бала ойланған кезде ғана сол бір ақпаратты, білімді түсінеді. Сол түсінген кезде ғана ол сол бір ақпарат бірлігін, бағанағы кірпішін қолданылады, бір құрылысқа жарата алады. Екінші бір өлшемі, нақты айтқан кезде оның сөздік қоры. Мәселе мынандай болуы мүмкін, тілмен ойланудың немесе ақылдың қаншалықты байланысы бар деп ойлауымыз мүмкін. Және тіл не үшін берілген деген сұрақ қоюымыз керек. Бұл жерде көп кісі айтуы мүмкін, тіл коммуникация үшін берілген деп. Бірақ тілдің коммуникациялық қызметі ол базалық қана қызмет. Бірақ тілдің негізгі қызметі, тіл не үшін бізге негізгі функциясы, біздің қоғамда атқаратын, ол дәл осы ойлану қабілеті. Адамда қараңыз, тіл қалыптаса бастаған кезден бастап, 2 жастан бастап сөйлей бастаған, кейін сөйлем құрастырып, күрделі сөйлемдер құрастыра бастаған сайын, оның ойы күрделене бастайды. Қазір мысалы біз жастарда көп байқаймыз. Олардың сұрақ қою қабілеті болсын, жалпы сөйлем құрастыруы, арасындағы паразит сөздердің, короче типасының көп болуы нені білдіреді? Оның ойлану қабілетіндігін білдіреді. Мынандай тағы бір зерттеулермен бөлсек, Baby Lab жүргізілген, Princeton Baby Lab жүргізген баланың танымдық қабілеті, осы ақыл тәрбиесі не әсер етеді деген сұрақ болады. Сөйтіп олар мынандай қызық жайтты анықтайды. Отбасының әлеуметтік жағдайы. Яғни отбасы кедей болған сайын баланың ақыл тәрбиесі төмен болады екен. Ал отбасы бай болған сайын баланың ақыл тәрбиесі жоғары болады екен, танымдық қабілет. Бұл қалай сұмдық? Сонда ақша осыған әсер етіп тұр ма деп ойлауыңыз мүмкін. Яғни тіліне, ақылдың. Бірақ мәселе баланың кішкентай кезінде алғашқы мүмкінінде еститін сөздік қорына байланысты екен, қанша сөз еститіндігіне. Жай ғана ауқаты жоғары отбасыларда көп әңгіме айтылады дастархан барысында. Олардың айтатын әңгімесінде сөздің саны көп, сапасы жоғары. Ал әлеуметтік деңгейі төмен отбасыларда қатты көп ештеңе әңгіме айтылмайды. Ешқандай бір мақалалар талқыланбайды, ешқандай бір ештеңе айтылмайды, жай ғана теледидардан бір жаңалық көру мүмкін, бітті сонымен ұйықтайды. Бұл жерде маңыздысы адамнан адамға бағытталған әңгіменің болуы. Яғни мысалға осы зерттеудің себебінде ақш-та қазір мынандай мәселе көтеріліп жатыр. Оларда білесіздер, нянялар көбінесе өзге ұлттықтар, мексикандықтар, филиппиндіктер тағысын тағы деген сияқты. Олардың тілдік қабілеттері негізгі сол тілдік носительдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Сәйкесінше бұл олардың өздерінің ұрпақтарының тілдік қорының аз болуына әсер етіп жатыр, көрдіңіз бе? Олар қазір осы мәселені шешуге тырысады. Мүмкіндігінше няняларды оқытуға тырысады. Тіпті мынандай бір мәселе айтуға болады. 3 жастағы 2 баланың тілдік қорын тексеруге болады. Мысалы біз қазір диагностикада сондай бір функция енгізгіміз келеді. Келген баланың тілдік қоры. Тілдік қоры дегеніміз қанша сөз санын біледі бала. 3 жастағы 2 бала. Былай қарасаңыз, оның не керегі бар деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ оның қазір қанша сөз санын білетіндігі ертең мектептегі үлгерімін анықтап береді. Оның ертеңгі потенциалын, жолын сызып береді. Көрдіңіз бе? Бүгінде ол өзгеше емес, маңызды емес болуы мүмкін, бірақ ертеңгі әсері қандай қатты. Яғни біз қазірден бастап әрекет ете аламыз да. Бұны мынау кеңес үкіметінің педагогтары, мысалға Сухомлинский да қатты көтереді. Баланың кішкентай кезінде өзінің библиотекасы, өзінің кітапханасы болу керек, өзінің кітап қоры болу керек дейді. Мен осыған дейін айтқан тағы бір мысалымды айта кетейін. Ол кісі жас қылмыскерлердің кейсін зерттейді. Сол кезде 100-ден астам қылмыскердің үйіне 100-ден астам ғана кітап табады. Сонда әрқайсысының үйінде 1-2 кітаптан ғана болып тұр ғой. Мәселе неде? Сол кезде ол кісі бүйтіп қорытындылайды. Біз бұлардың қылмыскер болғанына тағы таңғаламыз дейді. Көрдіңіз бе, егер оның сөздік қоры төмен болатын болса, яғни ақыл деңгейі төмен болатын болса, олардың қылмыскер болуына ешқандай таңғалып керек емес деген екі әңгімені айтады. Енді осының бәріне шығатын мынандай бір идеяны айтуға болады. Қараңыздар, кезінде сауаттылық деген ұғым болды. Біз сауаттылықты әртүрлі өлшедік. Мысалға қазақ қоғамында қатты бір енді сөз мықты, сөйлеу мәдениеті мықты болғанмен біз жазу сызуды білмедік. Тіпті қол қоя алмады. Адамдар алақанымен, бас бармағымен қол қойып жүрген кездер болды. Бірақ біз сауаттылық деп әріптерді енгіздік. Адам әріп тани бастады, әріп оқи бастады. Бірақ сауаттылық дегеннің ұғымның өзі бір созылмалы ұғым да. Мысалға
Қытайда сіз атыңызды жаза алсаңыз, немесе 1000 иероглиф білсеңіз, Қытайда сіз сауаттысыз. Ал Үндістанда сіз атыңызды жаза алсаңыз сауаттысыз, көрдіңіз бе? Тура сол сияқты қазір біз басым көпшілік адам сауатты. Өйткені 99% адам бізде мектеп бітіреді, абитуриент ретінде жоғарғы оқу орнына түседі. Яғни әріп танимыз. Фейсбуктағы посттарды оқи аламыз. Бірақ қазір жаңа ұғым шықты, функционалдық сауаттылық. Ол не деген сөз? Оқыған затыңды түсіну. Яғни бәрімізге таныс әріптен құрастырылып тұрған сөйлемнің артында жатқан ойды ұғу. Ал ол жағынан келген кезде олқылық бар екенін менен жақсы білесіздер. Қазір біз пост деңгейінен артық бір күрделі ақпарат болатын болса оқи алмаймыз. Кезіндегі ғалымдардың жазған мақалалар сияқты бір абзацы бір сөйлем болатын мақалаларды оқу біздің қабілетімізден тыс жатыр қазір. Сөйлем соңына дейін оқып болғанша басын ұмытып қалып жатамыз. Яғни функционалдық сауаттылықтың жоқтығы осы. Біз қазір күрделі көркем әдебиеттерді оқи алмаймыз. Мысалы Абай жолын оқи алмаймыз. Неге? Өйткені сөздері түсініксіз. Біз оны оқитын болсақ қиналып кетеміз. Сәйкесінше біздің миымыз жеңіл жолмен жүріп үйреніп қалғандықтан біз бірден ол кітапты жыл жауып қоя саламыз. Бұл кітап қиын екен дейміз, басқа дейміз. Мәселе кітапта, мәселе бізде емес. Бәрі неге келіп тіреледі? Мәселе бәрі тілге келіп тіреледі. Ақыл қабілетіне тіреледі. Нақты айтқан кезде біздегі білім қоры мен біздегі тілдік қабілет, яғни сөздік қорға тіреледі. Жалпы ақыл тәрбиесін осы екі бір затпен өлшеу арқылы біз мүмкіндігінше алға жылжи алатын боламыз. Келесі сабақтарда біз осы ақыл тәрбиесін дамытудың әдістері, құралдары және кең тараған тұжырымдарға тоқталатын боламыз. Келесі сабақтарда жүздескенше іске сәт.